Сәлем қыздар, бүгін біз сіздермен тандыр самса қазанда пісіретін боламыз. Онда кеттік. Мына жерде қараңыздаршы, 400 грамм ұн, 1 жұмыртқа, 150 мл су, уксус қажет болады. Және де 300 грамм фарш, 300 грамм пияз, оның ішіне біз мынандай минералка құямыз. Болды, осы заттармен керемет самса жасаймыз. Онда кеттік. Ұнымызға 1 жұмыртқаны саламыз. 150 мг суымыз, және де 1 чайная ложка 6% уксусты құямыз. Яғни бұл жұмсартады қамырды. Енді араластырамыз. Қамырды қазір илеп болғаннан кейін тындыруға қойып қоямыз. Ол уақытта қазандарыңыздың астын қосып қойыңыздар. Өйткені қазан қатты қызбаған болса, біздің самсамыз жабыспай қалуы мүмкін. Енді қамырымыздың осы орта иленіп жатқан кезінде, мына жерде 30 мг сливочное маслоны ерітіп қосамыз. Бұл дегеніміз қараңыздар, жұмсартып, еще, яғни қамырды жабысқақ қылады. Қамырды иледік, енді иіні қанғанша жарты сағатқа қойып қоямыз. Қыздар, енді салманы дайындайтын болсақ, мына жерде айтып өттім, фарш бар, пияз турап салдым. Оның ішіне қараңыздар, өздеріңіз по вкусу қосасыздар, енді бұрыш қосасыздар, және де тұз қосамыз. Және біздің қазір самсамыз өте сочный, өте ішінен су ағып тұрып шығатындай самса болу үшін біз мына жерде 30 мл газированная вода қосамыз. Газды су қосамыз. Осы қоспаға сіздер негізінде помидор қосып жесеңіздер де болады, 2 помидор. Ол өз қалауларыңыз бойынша. Мен помидор қоспадым. Помидор қоссаңыздар тіпті керемет болады. Біздің салмамыз дайын. Енді қамырымыздың ішіне иіні қанды. Біз енді самсаны жасай бастаймыз. Так, біздің қамырымыз дайын. Енді қамырымызды жайып, ішіне майымызды жағып аламыз. Яғни қатпарлы самса болуы керек. Қыздар, біз холодильниктен алдық, кішкене қатты майы. Енді осылай кесулер жасап, қамырымызды қараңыздар, қандай күшті не болып тұр, ішкі жағын.